былай жасадым. Қазіргі о заманда бұл заман бауырлар бір-бірімен адаспай, бір-бірінен екі жаққа кеткен бауырлар бар, өкінішті. Сондықтан осындай сәт күніге бола бермейді. Бірлігі жарасын, тірлігі жарасын, әрқашанда бір әкеден, бір анадан шыққан бауырлардың бір-біріне мейірімді болсын, бір-біріне қамқор болсын деп осылай жасаған жайым бар. Сондықтан бірліктеріңіз, тірліктеріңіз әрқашанда бірге болсын. 5 күн жағалар өмірде бәріміз қонақпыз. Осылай мейірімді болайық, бір-бірімізге қамқор болайық, бір-бірімізге шынайы, таза, адал болайық. Бір әкеден шыққан бауырлар. Рахмет. Менің ата-анам ерте өмірден озған, осы 6 перзенттің артынан тастап кеткен екен. 6 перзенті бір-бірімізге жақсы араласамыз, бауырларым аман болсын. Барлығы осы көбінде бауырларымның арқасы. Осы бауырларым аман болған кезде, қасында жүргенде, мені ешқандай жау да, тау да ала алмайды деп сенемін. Бауырларыма мың алғыс барлықтарына. Еш жерде тастаған емес деген. Ол енді қуаныштың көз жасы деп білеміз енді. Өмірде жыламаңыздар, тек қана жыласаңыздар да қуаныштан жылаңыздар. Рахмет. Ал бауырларды әдемі қошеметтен шығарып саламыз. Рахмет. Рахмет бауырлар. Ал енді құдалық тойымыздың ең соңғы әдемі ақ тілегі қалды. Бір дос бар, қиындық кезде қасынан табылатын.